Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тарихи тұлға, елін сүйген елбасы деп аталады. Оқу мақсаты берілген тақырыпқа сай сөздерді орынды қолдана отырып, мақсатты аудиторияға арналған ауызша мәтіндер құрау. Мезгіл үстеулерді ауызша және жазба жұмыстарда орынды қолдану. Қымбатты оқушылар, тарихты тұлға ғана жасай алмақ деген пікірмен келісеміз бе? Кәнекей ойымызды ортаға салып, пікір алмасайық. Әлем елбасы туралы не ойлайды екен? Нұрсұлтан Әбішұлы саясатта көптен кеңес дәуірінен келе жатқан тұлға. Мені қатты таңғалдыратыны, оның заман тынысын тап басып танитыны. Бұл қасиет бүгінгі әлемді дөп басып сезіне алатын қасиет оған қайдан дарыған? Ол адал да, әділ. Бір мәселелерді талқылағанда әрдайым қатардағы адамдарға бұл қалай тиеді деп ойлап тұрады. Бұл жеке адамға, қарапайым отбасылар өміріне қалай әсер етеді? Владимир Путин, Ресей Федерациясының президенті. Мен президент мырзаға Экспо 2017 арқылы энергетикалық қауіпсіздік мәселелері бойынша жаһандық үнқатысуды ілгерілетудегі көрегендігі мен көшбасшылығы үшін ризашылығымды білдіремін. Өзара құрмет пен ортақ мүдделерге негізделген ақш пен Қазақстан арасындағы стратегиялық әріптестіктің әрі қарай нығая түсетініне үміттенемін. Дональд Трамп, Америка Құрама Штаттарының президенті. Бұл 2017 жылы айтылған пікір. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз заманның аса көрнекті тұлғасы және түркі жұртының ақсақалы. Біз Нұрсұлтан Назарбаевтың халықаралық бастамаларына әрқашанда ашықпыз, әрі зор құрметпен қабылдаймыз. Қазақстан президентінің түркі әлеміндегі беделі биік. Нұрсұлтан Назарбаевтың барша түркі халықтарының басын біріктіріп, бауырлас түркі елімен қарым-қатынасты нығайтуға сіңірген ерен еңбегін атап өтпеуге болмайды. Реджеп Тайып Ердоған, Түрік Республикасының президенті. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың арқасында біздің елдеріміздің арасында әріптестіктің мықты іргетасы қаланған. Президент Назарбаев елдеріміздің достығын нығайту үшін қаншама жыл аянбай еңбек етті. Қазақстан мен Қытай арасындағы қарым-қатынасты дамытуға зор үлес қосқан Нұрсұлтан Назарбаевты Қытай елі жақсы біледі және аса құрметтейді. Си Цзиньпин, Қытай Халық Республикасының төрағасы. Қазақстан ТМД елдерінің ішінде ауыз бірлігімен, татулығымен ерекшеленеді. Сондай-ақ бұл мемлекетте экономикалық өсуі байқалады. Қазақстан түрлі ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүретін мемлекеттің үлгісіне айнала алады. 1991 жылы Қазақстанның ядролық қарудан өз еркімен бас тартуы және сынақ полигонын жабуы ядролық қарусыздандыру мен оны тараптау бойынша жаһандық талпыныстарға елеулі үлес қосты. Кофи Аннан, Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы, 1997-2006 жылдар арасы. Қазір жаһандық саясатта 5-6 ірі және ықпалды саясаткер бар. Олардың бірі Нұрсұлтан Назарбаев. Мен оған сенемін және оның барлық бастамаларын қолдаймын. Маргарет Тэтчер, Ұлыбритания премьер-министрі, 1979 және 1990 жылдар аралығы. Міне балалар, біз әлем көшбасшыларының біздің елбасымыз туралы пікірін таныстық. Енді осы әлем көшбасшыларының елбасымыз туралы айтқан пікірін қорыта келе жазылым тапсырмасын орындайық. Мына диаграмманы толтырайық. Сонымен Нұрсұлтан Назарбаев кім?
Айтылым тапсырмасы. Балалар, біздің тұңғыш президент тақырыбы бойынша фотоколлажды сөйлет. Бүгінгі сабағымызды бағдаршам әдісі бойынша қорытындылаймыз. Пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Сіздерге қайырлы білім болсын, зейіндеріңіз ашылсын.